Ассаляму алейкум рахматуллахи баракатух. Келесі біздің шығарылымда әйелдер үшін қаржылай тәуелсіз болу жолдарын бөліскім келіп тұр. Себебі өзім осы салада жалпы кәсіп жасаған кезде еркін болу үшін, қаржылай тәуелсіз болу үшін осы салаға келген болатын. Жалпы табыс табуға келген болатын. Қаржылай тәуелсіздік дегеніміз ол әйелдерге еркіндік пен тұрақтылық беретін маңызды фактор ғой негізінде. Біз әйелдер қаржылай тәуелсіз болатын болсақ, өміріміздің барлығы тып-тыныш өтетіні рас. Бұл видеода қаржылай тәуелсіз болудың негізгі жолдарымен енді өзім білетін, қолданып көрген жолдармен бөлісіп кететін боламын. Егер сіз табысыңызды тұрақтандыратын болсаңыз, өзіңізді қаржылық жағынан қауіпсіз сезінгіңіз келетін болса, бұл видео сізге арналады. Жалпы қаржылай тәуелсіздік дегеніміз не? Қаржылай тәуелсіздік дегеніміз бұл адамның өзінің қажеттілігін сырттан көмек сұрамай-ақ, біреуге қол жаймай-ақ, өзі жаба алу ғой. Бұл енді керемет сезім. Осы жолда қандай істер жасауымыз керек, қалай қаржылай тәуелсіз болуға болады? Жалпы отбасы да, бала-шаға да тәуелсіз болған кезде сенің жұмысың жақсы жүреді. Көбінесе біздер мынандай қаржылай тәуелсіздікке акцент қойған кезде екінші бір ұшы құлап жатады. Бұл тек ақша табу емес, сол тапқан ақшаңызды дұрыс басқара алу. Көбіне қаржылай тәуелсіздік десек, бір ақша толып, шексіз ақшаны келіп отыруы елестейді ғой көз алдымызға. Ол өте дұрыс емес. Жалпы қаржылай тәуелсіздікке жетудің бір негізгі өзім білетін, өзім жасап көрген 5 жолмен бөліскім келіп тұр. Ең біріншіден ол қаржылай сауаттылықты арттыру. Екіншіден, бірнеше табыс көзін құру. Сіз біреу болмаса, біреу жүрмей жатса, екіншіден, чтобы ақша түсіп тұратындай сізге қаржыны дұрыс басқару. Егер сіз дәл қазір өзіңіздің тауып отырған қаржыңызды басқара алмайтын болсаңыз, сіз қаржылай ақша көбірек тапсаңыз да тәуелсіз бола алмайсыз. Төртіншіден, инвестиция жасау, тек қана ақшаны табу емес, оны көбейтудің жолдарын білу. Бесіншіден, өзін дамыту және кәсіпкерлік қабілетін дамыту. Енді мен осы 5 қағиданы ашып айтып кетуге тырысайын сіздерге, чтобы қазір енді білем ғой, араларыңызда тіпті баланың ақшасына, пособияға қарап отырған жандар болуы да мүмкін, немесе кәсібін масштабқа шығарғысы келіп жүрген жандар болуы мүмкін, немесе табыс табады, бірақ бір соның пайдасын көре алмай жүр, рахатын көре алмай жүр, әйтеуір бір табыс жетпей жатқан жандар болуы мүмкін. Сондай жандарға иншалла Алланың қалауымен пайдалы болады деп сенемін. Ақша табу маңызды, бірақ оны басқару одан да маңызды. Ең бірінші бұл қаржылай сауаттылықты арттыру. Неге? Себебі егер сіз жеке өзіңіздің тауып отқан табысыңызды басқара алмайтын болсаңыз, оны жоспарламайтын болсаңыз, айтып кеткендей, табыс көп тапқан кезде де сіз қаржылай тәуелсіз бола алмайсыз. Дәл қазір қанша табасыз, сол ақшаны сауатты бөліп үйреніңіз. 50 мың теңге түседі, біздер 50 мың теңге мысалы баланың ақшасы түссе, бір әйтеуір қалай кетіп қалған білмейміз, кетіп қалып жатады да. Көп адамның проблемасы осындай. Сіз сол нақты 50 мың теңге түскен ақшаның қай жерге кету керектігін жазып қоюыңыз өте маңызды. Және мысалға менің өзімнің случайымда шәкірттеріме бөліскен осы практикада менсіздермен бөліскім келіп тұр. Қаржылай сауаттылықта міндетті түрде ең бірінші сіз өзіңіздің кірістеріңізді жазыңыз. Екіншіден шығыстарыңызды жазыңыз. Үшіншіден қалған маржаны жазып қойыңыз. Сол қалған маржаны мен қазір 3-ші қадамда қалай жасау керектігін айтатын боламын. Бұл бірінші қаржылай сауаттылығыңыз. Екінші, бір табыс көзін емес, бірнеше табыс көзін жасауға тырысыңыз. Себебі дәл қазір бір жалақыға тәуелді болып отыру, ол сенің мақсаттарың, армандарың, сенің қалауларыңды орындауға жетпейтіні рас. Ал енді сен қосымша табыс көзі дегенде, мысалға сен мұғалім шығарсың, сол жерден өзіңнің білетін біліміңді бір 5 бала алып оқытсаң да қосымша табыс көзіне айналдыр. Қазір енді көп қой, онлайн фрилансер болу, онлайн әртүрлі курстар оқып алып, бухгалтерия, өзің бухгалтерсің ба, сол мектепте жүрген әртүрлі, болмаса сен қай жерде бухгалтерсің, сол жерде жүрген жандардың бухгалтериялық отчеттарын жасап беру арқылы табыс табу деген сияқты өзіңе міндетті түрде қосымша табыстарды жинақта. Бір табысқа қарап отыру арқылы сен қаржылай тәуелсіз, қаржылай еркін бола алуың мүмкін емес. Және одан кейін міндетті түрде инвестиция. Сенің өміріңде тұрақты табыс болу үшін, сенің өміріңде қаржылай тәуелсіздігіңнің өзі тұрақты болу үшін инвестиция болуы өте маңызды. Бұл енді табысыңды бірнеше көз каналдарын тапқаннан кейін ғана болатын дүние. Үшінші, қаржыны дұрыс басқару. Міне, дәл осы жерде табысты болу үшін қаржылық жоспар өте маңызды. Қаржылай сауаттылық бірінші фактор болатын болса, сол қаржыны дұрыс басқару бұл үшінші қадам болып табылады. Ай сайын табысыңыздың бір бөлісін
мен айттым ғой бана таза маржаны не істеу керектігін айтам деген, дәл осы жерде инвестицияға, пассивті кіріс көзіне немесе өзіңізге дамуға жұмсаңыз. Мысалға қараңыз, сіз дәл қазір мұғалімсіз ба, сіз ағылшынды жақсы білесіз ба? Егер сіз ағылшыннан балаларға сабақ беріп қосымша ақша тапқыңыз келе ме, сол қалай балаларға дұрыс сабақ беруге болады, қандай методикамен сабақ беруге болады, соны білу үшін өзіңіздің дамуыңызға осы қалған таза маржадан ақша салыңыз. Яғни таза маржаңызды өзіңіздің дамуыңызға, немесе инвестицияға, немесе пассивті кіріске салыңыз. Енді қазір өте көп акция алу деп жатады, иә. Бұл енді уже бізде 4-ші қадам болып жатады. Қаржыны басқарғаннан кейін сенің нақты өзіңе салатын ақшаң, мысалы салонға салатын болуы мүмкінсің, иә, бір 20 мың теңге ай сайын салонға барам, болмаса 10 мың теңге сен көйлегіңе кетуі мүмкін, білмеймін енді, қажеттіліктеріңе. 10 мың теңгеге сен бір онлайн курс алу мүмкінсің. Примерно айтып жатырмын да, мысалға. Ал енді содан да бір 2 мың теңге қалды ма, содан да бір тіпті 150 теңге қалды ма деп айтайықшы, иә, сен уже инвестиция деген. Ақша табу маңызды, бірақ оны көбейту одан да маңызды. Сен қашан осы қаржыны басқаруды үйрендің, сенде маржа қалып бастады ма, сен міндетті түрде инвестиция жасауды ойлап бастау керексің. Инвестиция деген ақшаны дұрыс көбейтудің ең тиімді жолы. Менің өзімде, мысалға, банк центр кредитта, Freedom банкте әртүрлі алтын алып қойған инвестицияларым бар өзімнің. Бұл енді инвестиция акция болуы мүмкін, иә, бұлай жылжымайтын мүлік болуы мүмкін, криптовалюта болуы мүмкін, өзіңнің бизнесің болуы мүмкін. Мысалға, мен осы CoinLife компаниясы, бұл менің өзімнің бір инвестициям. Яғни осы қанша табыс табам, сол табысымнан бір 2 миллион, 3 миллион міндетті түрде оның маркетингіне, оның жарнамасына, оның бір дамуына мен төлеп отырам. Яғни мен оған қаншалықты сондай инвестиция жасаймын, осы компанияма, соншалықты компаниямның обороты да, таза маржасы да көтеріледі. Ал тіпті бана мен айтып жатырмын ғой, 2 мың теңге ақшаңыз қалса да, қазір акциялар, тіпті Қазмұнайгаздың акциялары 2 мың теңге тұратын болса, Каспий KZ-тің акциялары 50 мың теңге тұрады. Сондай бір акцияларды қолыңызда бар, 150 теңгеден басталатын акцияларды алып қоя беруге мен кеңес беремін. Бұл енді ақшаны көбейтудің жолы. Енді 5-ші және соңғы маңызды қадам деп айтайықшы, өзіңді өзің дамыту және кәсіпкерлік мышление, кәсіпкерлік қабілетіңді дамыту. Бұл қаржылай тәуелсіздікте өзін өзі дамыту тәуелді болудың бір жолы болып табылады. То есть тәуелсіз болудың бір жолы болып табылады. Неге? Себебі сен өзің дамыған сайын ешкімге тәуелсіз болып бастайсың. Яғни біреудің мнениесіне, қоршаған ортаның мнениесіне, бұл не істеп жатыр, неге олай жасап жатыр, ұят болады, тағы бір нәрсе болмайды деген уже пікірлер саған әсер етпейтін болады, өзіңді дамыту арқылы. Тіпті сен қазіргі табысыңды арттыру үшін де кәсіпкерлік мышленіңді өсіру керек болады. Саған кейбір жерлерде үндемеу керек болады, кейбір жерлерде саған минусқа кіру керек болады, иә? Кейбір жерлерде мысалға қолыңнан келмей жатырса көмек сұрау керек болады деген сияқты. Тіпті кейбір жерлерде осы жолды жүріп өткен, өзінің тәжірибесі бар, білетін мамандардың тәжірибесі мен білімін сатып алу керек болып жатады. Дәл осыны егер сіздер тоқтататын болсаңыздар, қашан адам дамуын тоқтатады, қашан адам білім алуын тоқтатады, өсуін тоқтатады, бәсекелестікке деген қабілетін жоғалтады. Сол себепті әркез осы кәсібің жүріп тұру үшін білім алып өзіңізді дамытып тұру ол өте маңызды. Және сізді қаржылай еркіндікке алып баратын нақты жол деп айта аламын. Жалпы, негізі әйелдердің қаржылай тәуелсіздікке жете алмау себептері, бір жіберетін қателіктері деп айтайыншы, иә. Біз ол 5 қадамды жасап отырса да, барлық ақшаны жұмсап тастап, жинай алмай қалу, иә. Бірінші қателік бұл қолыңа түскен ақшаны түгел шашып жіберу. Балаңа памперс алу, сүт алу, нан алу. Болмаса, жаратып тастау. Керек емес нәрсеге. Мысалға, тіпті біреулерге қызығып бір сырға ала салу, бір көйлек ала салу, керек емес бір орамал ала салу, білмеймін. Осындай есепсіз шығындар жасау, ол сені тәуелсіздікке алып бармайтын қателіктердің бірі болып табылады. Екіншіден, қаржылай сауатсыздық. Құрметті қыз-келіншектер, әпкелер, інілер, сіңлілер, сіздерге айтатыным, әр нәрсенің өзінің бір есебі болады. Сол сияқты сенің өміріңде қаржылай сауаттылық болмайтын болса, сен ақшаны ешқашан көбейте алмайсың және қаржылай тәуелсіз де бола алмайсың. Сол себепті міндетті түрде қаржылай сауаттылықтарыңызды арттырыңыздар. Және де тек бір табыс көзіне қарап отыру.
бір тек қана табыс көзіне тәуелді болу, ол сізді қаржылай тәуелсіздікке алып бармайды. Егер сіз еркін, қаржылай тәуелсіз, бүкіл енді менде 6 бала-шаға бар ма, сондай бір 6 бала-шағаңның болашағын ойлайтын болсаң, онда саған міндетті түрде қосымша табыс көздерін және де ақшаңды дұрыс ұстап, дұрыс жұмсап, оны көбейту жолдарын үйрену керек болады. Менің беріп жатырған қазіргі қадамдардың барлығын жасайтын болсаңыздар, сіздер дәл қазіргі тауып отырған табыстарыңыздың өзінен сол ақшаларыңызды 2000 теңге қалды ма, сол 2000 теңгелеріңізді көбейтіп үйреніп кете алатын боласыздар. Бұл енді жалпы мен сіздерге беріп жатырған ақпараттардың бір құнды өзім ақылы сабақтар беріп жатқан ақпараттар болғаннан кейін жасауға кеңес беремін. Қаржылай еркіндікке жету үшін күнделікті не істеу керек? Бұл қаржылай еркіндікті бәріміз қалаймыз, бірақ біздің минусымыз деп айтайыншы, оны жасамауда. Не жасау керек? Қаржылық біліміңді дамыту керексің. Дәл қазіргі алған білімдеріңді бірге бір әрекетке жасау керексің. Қосымша табыс көздерін жасау керексің. Мен айтқандай, тек қана мұғалім болып отырмай, немесе тек қана дәрігер болып отырмай, қосымша укол салу, қосымша система салу, болмаса өзіңнің бар біліміңмен торт пісіресің ба, торттың рецептісін сату деген сияқты қосымша табыс көзін жасау. Одан бөлек жоспарды түрде инвестиция жасау. Инвестиция жасау дегеніміз ол 2 миллион, 10 миллион, 100 миллион емес. Ол мен айтып кеткендей 160 теңгеге де бір акцияның долясын сатып алуға болады, 2100 теңгеге сатып алуға болады, 50 мың теңге сатып алады деген сияқты. Жалпы әйел адам өз болашағын өзі жасай алады. Бірақ ерінбесе, күнделікті осындай тіпті дайын тұрған сабақтардан әрекетін жасап отырса ғана. Енді әйелдердің бизнеске ену мүмкіндіктері өте көп, табыс табу мүмкіндіктері өте көп. Ол енді мен товарный бизнеста бармын, өзім товарный бизнес жасасаңыз маржа өте көп, және бір тіпті қазір нөлден бастауға да болатын мүмкіндіктер көп қой. Товардың суреті арқылы, дропшиппинг арқылы сату деген сияқты. Онлайн куратор мен коучинг арқылы, онлайн білімдер алып даму арқылы, инвестиция арқылы, енді инвестицияға қазір көп қойылатын акцент қаржың болса ғана жасалады дейді ғой. Жоқ, мен өзім көзім көрді, өзім алып отырған акциялардың барлығы тіпті 150 теңгеден жоғары басталады. Сол үшін мен тіпті әйел адамдарға всегда өзім шәкірттеріме айтып жүремін, 2000 теңгең бар ма, мына акцияны сатып алшы. 40 мың теңгең бар ма, мына акцияны сатып алшы деген сияқты жүремін. Сол үшін осы білімдеріңізді дамытыңыздар. Өздеріңіз бір орында тұрып қалмай әрекет ету керек боласыздар. Мынандай дүние болады да, мысалға, неғып күйеуім жасамайды, ер адамдар қарап отырсаңыздар, сіздер де дәл осы нәрсені жасаңыздар. Әйел адамдар мысалға күйеуім қолдамайды, тағы бір нәрсе, ол өзіңізден басталады барлығы. Ешкімге шарт қоймаңыз, ешкімге ештеңе айтпаңыз. Сіз қалайсыз ба өмірді өзгертуді, онда сіз әрекет етіңіз. Сіз қалайсыз ба қаржылай еркін болуды, сіз әрекет етіңіз. Ол әйел болсын, ер адам болсын. Бірақ енді мен көбіне өзім нөлден бастап, өзім өмірімді өзгертуге қадам жасағаннан кейін қыз-келіншектердің, әйел адамдардың қаржылай тәуелсіз болғанын қалаймын. Және де сіздерге осы ақпараттың пайдалы болды деп ойлаймын. Менен сіздерге осындай әртүрлі пайдалы ақпараттар болады. Ал сіздерден маған ойларыңызды комментарийға жазсаңыздар, каналға тіркелсеңіздер, лайк бассаңыздар, тіпті сториста белгілеп кетсеңіздер, осы сілтемені қойып кетсеңіздер, қуанып қалатын едім. Біздің каналдың спонсоры QueenLife компаниясы. Сіз егер осы шығарылымды сілтемесін өзіңіздің сторисіңізде белгілейтін болсаңыз, Queen Gulzok парақшасын белгілейтін болсаңыз, арасынан ең жақсы бір жанды анықтап алып, біздің команда сіздерге QueenLife компаниясынан шампунь бальзамдар жіберетін болады. Және бұл осы шарттарды орындаған алғашқы 3 адамға берілетін мүмкіндік. Өз мүмкіндігіңізді жібере алмаңыз.